Сәлем баршаларыңызға, сіздерді мастер-классымда көріп тұрғаннан қуаныштамын. Бүгін 4-ші сабағымыз, сіздерге ең оңай үлгіні көрсетейін деп тұрмын. Бұл әр уақытта керек. Киімдерді біріктіргенде тігіс ретінде жүретін тоқу үлгісін көрсетемін. Киімдерді біріктіргенде алдыңғы сабағымызда осыларды тоқитын боламыз. Көрмеген болсаңыз, алдыңғы сабақтарда көріп шығыңыз. Дәл осылай тұрған жібімізді мына екінші тесігіне кіргізіп, жіп шығарып, бұл жіпті тағы мынадан өткіземіз. Бұл киімдерді біріктіргенде керек болады. Екіншісінде солай жіп шығарып, мына тұрған тесігімізден өткіземіз. Көрдіңіз, как білінбейді. Сияқты. Бұны барлық тоқыған киімдерді біріктіргенде тоқып болып соңына біріктіреді ғой. Сол кез қолданылады. Міне, тұрғымысыңыздар. Дәл осындай. Дәл осындай. Плюсті кіргіземіз, шығарамыз, жіптен өткіземіз. Сол кез мына тоқығаныңыз осындай әдемі, осылай болып шығады. Дәл осы тесті өткіземіз. Байқалып жатқан болса, әдемі болып шығып жатыр. Мына жақ тесі басқаша. Көріп тұрғансыздар. Осыны соңына дейін тоқимыз. Бұл жерде басқаша, бұл жерде басқаша. Бидай сияқты. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.